Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Имамға сауал айдарының бүгінгі жаңа түсірілімі жалпы мынау хабар тасу мәселесі бойынша. Көп адамдар бір хабарды екінші бір адамға тасу, кей кезде сол хабардың анық қанығына білмей жатады. Жалпы осы дұрыс па дейді. Жалпы Құранда мындай аят бар. Құранда Худжрат сүресінің қателеспесем 6-шы аятында былай деп келеді, қараңыздар. Ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну дейді. Егер сендерге дейді бір пасық адам, бір бұзақ адам хабармен келген болса дейді, фатабайяну, сол хабарды анықтаңдар дейді. Анық қанығына жетіп алыңдар дейді. Ан тусибу қауман биджахалатин дейді. Яғни әйтпесе, олай болмаса білместікпен әлде бір қауымның обалына қалып, артынан істеген істеріңе өкініп жүрмеңдер дейді. Яғни қате мәліметтен, қате информациядан көп жағдайда адамдар зардап шегіп жатады. Яғни бір адам жайында, бір қауым жайында, бір ұлт жайында адамдардың көкейінде, адамдардың санасында қате пікір қалыптасып жататын кездер болады. Мысал айтқан кезде бір адам келіп сырттан бір әңгіме айтты сізге. Яғни пәленше осындай нәрсе болып жатыр екен деген секілді. Яғни мемлекетте осындай бір жағдай болып жатыр деген секілді. Қазір білеміз, жаңағыдай мынау әртүрлі әлеуметтік желілерде, мысалы қазіргі жағдайға байланысты адамдарды жағдайды ушықтырып әртүрлі жалған ақпараттар таратып жатқан кейбір адамдар бар. Мысалы айтқан кезде бүкіл қаланы су басады деген секілді, немесе мынау қоймасында, су қоймасында судың биіктігі осындай 4 метрден асып кетті деген секілді. Яғни әртүрлі адам сенгісіз, яғни бір жақты естіп, оның нақты анық қанығына жетпей, соны бүкіл әлеуметтік желіде паш етіп, соны жариялап, адамдарды босқа үрейлендіріп жүрген адамдар бар, өкінішке орай. Яғни бұндай хабарлардан өте біз сақ болуымыз керек. Сол секілді жаңа мемлекетте осы нәрсе болып жатыр екен, яғни осы нәрсені жеп жатыр екен, солай ма деген секілді. Одан кейін алады да оны бір басқа бір адамға жеткізеді. Яғни бұл таза қарап отырсақ, бір өсекшінің бір тіпті кей кезде осындай бір хабарламаларды мынау журналистердің арасында осындай бір хабарламалар кей кезде тарап жатады. Бұл енді кәсібилікке қарама-қайшы нәрсе ғой, қарама-қайшы әрекет. Жай бір қарапайым бір мысал, осыдан бір жұмадан бұрын, енді бұны әркез сұрап жатады. Біздің жалпы мешітімізде сондай бір оқиға болды. Оқиға болған кезде қандай оқиға болды? Осы хабарлама адамдардың арасында жаңағыдай хабар таратты, сондай мешітке келіп, бір адам келіп мешітте осыны қайырымдылық шарасын түсірген үшін имамдар әлгі байғұсты 2 жұмаға түрмеге жауып тастапты деген секілді. Бұған ешқандай имамдардың қатысы жоқ. Яғни бұған сотқа имам бергенде емес. Бұл жалпы қоғамдық жерде тәртіп бұзған үшін үшінші тараптағы бір адамдар хабарласқан, оны көрген адамдар хабарласқан. Енді барлығы бірдей, ол бүкіл халыққа біз тұсау салмаймыз. Хабарласқан, келіп қараған шынымен қарап отырса, мынау қоғамдық жерде тәртіп бұзған үшін осындай 15 тәулікке тоғытылған. Оны жаңағыдай бүкіл әлеуметтік желіде Қазақстан бойынша жаңағыдай журналистердің арасында жарысып, ой бір анау қырдан қырық қоян тапқандай мәз болып, осындай бір керемет бір жаңалық таптық деген секілді, осы имамдар үйтіп отыр екен деген секілді. Қарап отырсақ, мүлдем имамның оған қатысы жоқ. Тіпті керісінше бұл зардап шеккен имам ол жерде. Имамды келіп жаңағыдай қол жұмсаған, ол имам оны кешіріп, жаңағыдай жанұясын аяп, сотқа да бермеген, ешнәрсе жазбаған, ешкімді шақырмаған, тіпті имам оған қатысы жоқ. Бірақ дегенмен де имамдарға күйе жағып жатыр. Енді бұның артынан тіпті дінге, мұсылмандарға қарасты бір нелер хабарламалар, оны таратып жүрген әлеуметтік желіде белсенді оқырманы бар адамдар. Бұл енді жалған ақпараттар негізінде. Өткенде ғана осы бір сауда орталығының алдында су таратып жатыр. Бірақ дегенмен де қарап отырса, Аллаға шүкір, көптеген нелерде сауда орталықтарында су жеткілікті, барып сатып алса да болады. Бірақ дегенмен де сол жерде тұруға бір белсенді осындай хабар
әңгіме айтып жатыр. Яғни міне мынау әкімшілік дейді. Әкімшілік мынау біздерге әкелген қайырымдылық суды алып мынау сауда орталығына қойып, сол сауда орталығынан біз сатып алып жатырмыз деген секілді. Бұлар кәсіп жасап жатыр деген секілді. Қарап отырсақ, оны тыңдап тұрған адамдар бар. Оның бәрі бірдей жаңағыдай хабарды бұл анық қанығына жетпеуі мүмкін. Бірақ осындай жалған ақпараттар таратып жатқан кезде адамдарды кездестіріп жатамыз. Сол үшін әркез бір адам хабар айтқан кезде, бір хабарлама жіберген кезде, әсіресе дінге қатысты, мешітке қатысты әр нәрсеге оны жапа тармағай оған қоштап, қолдап, оны таратып, оның жаңағыдай жарнамасын жасаудың қажеті жоқ. Әр нәрсенің анық қанығына біліп алайық. Анық қанығына біліп алғаннан кейін барып, ол мәселені бір сақтандыру мақсатында айтсаңыздар болады. Егер өзіңіз ол нәрсенің анық қанығына көзіңіз жетпей тұрып, үшінші тарапқа бұл хабарды таратуыңыз, бұл жаңағы Құранда аятта келгендей, пасық адамның, ел бұзар адамның, елдің тыныштығын бұзатын адамның бір сипаттарынан. Ол үшін әркез біз шынайы дұрыс мәліметтерге мән берейік. Әркез адаспа бір әңгімелерге, бір өсектерге құмар болмай, құрметті ағайын. Өкінішке орай қазір қоғамның деңгейі білініп қалып жатыр кейбір жағдайларда. Қоғамда осындай бір алып қашпа әңгімелерді алып, соны бір таратып, соны адамды дүрліктірудің, сондай бір өзінің парақшасын бір жандандырудың, қан жүгіртудің бірден бір жолы не жасау, өтірік хабарлама, жалған ақпарат, біреудің абыройын ашу, біреуді масқаралау деген секілді. Бұндай жолмен еш уақыт адам бір биік белеске, бір беделге жетпейді, сол нәрсені білуіміз керек. Біз негізгі түпкілікті осы хабарламаны таратқан кездегі адамдар негізгі мақсаты өзінің қоғамда абыройын көрсету ғой, негізгі олардың діттеп тұрған мақсаты. Ол халыққа бір жанашып, ондай немен айтып тұрған жоқ. Негізгі мақсаттары көбінің сол осындай бір жалған ақпарат таратқан кезде, бірақ қарап отырсақ, оның түбі өзіне айналып келеді, сөз иесін табады дейді ғой. Өзіне айналып келіп, өзі соңында қоғамның алдында абыройсыздыққа ұшырауы әбден мүмкін. Алла тағала баршамызды осындай жалған ақпараттардан, тексерілмеген ақпараттардан Алла тағала өзі сақтасын, оны таратуда абай болайық, құрметті ағайын.